Сәлем, қалайсың? Сенімен бүгінгі сабақта Наурыз ұбытысында келген Қазақстан тарихынан слифтарды қарайтын боламыз. Бірінші сұрағымыз айтады. Қыпшақ хандығының өмір сүрген мерзімі дейді. Қыпшақтар 11-13 ғасырдың басында өмір сүрген еді. Қыпшақтар бізде қимақтардан пайда болған мемлекеттер еді, бөлініп шығып, соларды басып алумен байланысты, ал олардың ыдырауы моңғол шапқыншылығымен байланысты еді. Жалпы Қыпшақ деген атақ негізінде этноним, атау. Ол бізде 8 ғасырдың кезінде пайда болған еді, және ол көне түркі руналарының ескерткішінде кездеседі. Келесі сұрақ айтады, қазақ пен қырғыз ханы деп аталған хан. Ол бізде Хақназар болады. Хақназардың бізде басқарған жылдары 1538-1580 жылдары. Оның тек қана қырғыз қазақ ханы, оны тағын қазақ ноғай ханы деп те атай береді. Бұл кісі өте ықпалды болған, және оның билігі қазақтарға да, қырғыздарға да, ноғайларға да жүре берген еді. Хақназар өзі бізде ең ұзақ басқарушы хандардың бірі, ең ұзақ басқарған хан, және 16 ғасырдың 60 жылдары, яғни 1560-70 жылдары бізде Ноғай ордасына қарсы жорықтар жасалды. Ол аралдың солтүстік бойымен Жайық жерін қосып алған еді. Тағы да біз айтамыз, хан билігі үшін башқұрттар мен ноғайлардың кейбір руларына жүргізді дейді. Яғни сол батысқа қарай жорықтарының нәтижесінде оған, осы аралдың солтүстігі мен Жайықты қосып алатын еді. Және бұл жерде Хақназардың башқұрт пен ноғайлардың кейбір тайпалары, рулары билігін мойындайтын еді. Қай ханның тұсында қойда жұмыртқаған басқан кезең болды дейді енді оқушылардың жазғаны. Ол Тәуке хан, Тәуке ханның шынымен де кезін қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған кезең деп атаймыз, және алтын ғасыр деп те осы Тәукенің кезеңін айтамыз. Мысалы, Тәуке хан кезінде қазақтардың ұзақ уақыт бойы үлкен бір противнигі, бәсекелесі болған Бұхар хандығымен қақтығыстар болмаған еді. Ал енді оның есесіне кіммен мәселе шығып кетті? Ол ойраттармен шығып кеткен еді. Ол және қимылдар толассыз соғыс сипат алатын еді. Арал теңізі мен Сырдария бойындағы тұрған сақ тайпалары ол дақтар мен массагеттер болып, оны білеміз. Например, дақтардан шыққан атақты Парн тайпасынан шыққан Аршак деген кісі болады, және ол Иранда Аршакиттер империясын құрған кісі болатын еді. Ал массагеттерден ең атақты кісі ол Томирис, Тұмар патшайыммен Кирге қарсы күрескен. Айтады, киіз үйдің құрылысы неге шеңбер тәрізді болған дейді. Негізінде, вообще төрт бұрыштан қарағанда дейді, дөңгелек баспана сыйымдырақ болған. Екінші жағынан дөңгеленген сүйір пішін болатын еді. Біздің киіз үйлерде несі бар ғой? Ол су өтпейтін және қатты дауылға жақсы шыдас беретін болғандықтан осындай киіз үйдің формасы болады. Сонда біздің киіз үй әшейінен осындай, әдемі екен деп осылай жасалған жоқ. Ол өте ыңғайлы, практикалық ыңғайлы бар, Маңғыстау облысын, солтүстіктің бір облысы қай қоғам қайраткері сақтап қалды, или қайтарып алды дейді. Ол Ташенов болады. Бізде Ташенов балар, ол оңтүстік Қазақстан. Бұлай болады. Сол уақытта тың игеру саясатына, тың игеру аймақтарына біздің солтүстік Қазақстанда Ресейге беріп жүрмекші еді. Оңтүстік Қазақстанда мақталы аймақтарын Өзбекстанға беріп жүрмекші еді. Маңғыстаудың мұнайлы жақтарын Түркменстанға беріп жүрмекші еді. Соған қарсы шығып, сол уақытта енді Хрущевқа қарсы шығып, осы жерлерді сақтап қалған Ташенов деген кісі болатын еді. Сырым датылының көтерілісі деген сұрақ, енді бұл жерде қай жерде не деп айтқаны белгілемепті. Бірақ біз айтып кетейік, Сырым датылының көтерілісі 1783-97 жылдары ұлт-азаттық көтеріліс болған, ол кіші жүзде болатын еді. Жақсы. Енді не себебі? Себептеріне. Біріншіден, мынандай себептерін көрсетеміз. Шекара шебінде ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар тым қатаңдап түсті. То есть, мына ішкі жақ дейтініміз, ішкі жақ дегеніміз, ол Жайық пен Еділдің арасы, или Жайықтың оң жағалауы деп айтамыз. Сонда, мына жерде қазақтарға Жайық пен Еділдің арасына өтуге тыйым салады екен. Хотя ол өзі қазақтардың жерлері болып саналатын. Және осы талаптар өте қатаң болып жүретін. Екіншіден, Орал казак әскерлерінің тарапынан бұрынғысынан дала төсіндегі әскери іздестірулер тоқталатын алды. То есть, мына казактар
орыстың әскерлері, орал қазақтар жеріне шабуыл жасап, біздің малдарды, адамдарды да тұтқынға алып кете берген екен. Үшінші себеп, ол Нұралы ханның және оның төңірегіндегі беделінің жыл өткен сайын төмендей берді. То есть Нұралы ханды бұл жерде ешкім құрметтемеген еді. Нұралы хан кіші жүздің ханы болып жарияланғанмен, причем оны орыс билігі жариялайды, қазақтар кіші жүз оны мойындамайтын еді. Қола деген сол мыс пен қалайдың қосындысы. Действительно, бізбі 2-ші мыңжылдықтан бастап қола дәуір басталатын еді. Адамдар осы бізбі 2-ші мыңжылдықта қоланы меңгерген еді. Және қола дәуірінің адамдары үлкен әскери артықшылыққа ие болған еді. Себебі осы қола дәуірінде бізде олардың қару-жарақтары өзгерді. Қола дәуірінде бізде осы әскери қақтығыстар көбейгенін байқаймыз. 1867-68 жылдарғы реформа бойынша Батыс Сібір генерал-губернаторына кірген облыстар дейді. Батыс Сібірге бізде Ақмола және Семей кіреді. Орынбор генерал-губернаторына бізде Орал, Торғай кіреді. Түркістанға Жетісу мен Сырдария кіреді. Бөкей Ордасының жерлері Астрахан губерниясының құрамына енгізілген еді. Бізде бұл реформа 67-68 жылғы реформаны біз уақытша ережелер деп атаймыз, себебі оның толық атауы бар. Қара, 1867 жылы 11 шілдеде 2-ші Александр деген патша сенен сұрайды. Қайсы патша қабылдады дейді. Сен айтасың, 2-ші Александр деген патша қабылдады дейсің. 2-ші Александр деген патша Сырдария мен Жетісу облыстарына басқару туралы уақытша ереже заңын қабылдады дейді. Көрдің бе, неге уақытша дейміз? Енді саған қарау керек. Мынау біріншісі 67 жылы қабылдаған, ол Сырдария мен Жетісу ережелер облыстарына қатысты. Осы екеуін біріктіріп бізде Түркістан генерал-губернаторы пайда болды мынау. 68 жылы ол жерде Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы уақытша ережеге қол қояды. Оны да Александр екінші қояды. Ол кезде уже бізде Батыс Сібір, Орынбор генерал-губернаторлықтары құрылатын еді. Сонда сенен сұрайды, неше генерал-губернаторлық құрылды? Сен айтасың, 3. Неше облыс? 6 облыс болды. Әрбіреуінде 2-2 облыстан екен. Айтады, Бөкей Ордасындағы қазақтардың көтерілісі туралы контекст дейді. Көтерілістің қамтыған аймақ. Кіші жүз елу болмаса Бөкей Ордасы дейміз. Бөкей Ордасы ол Еділ мен Жайықтың арасындағы жер. 38 жылы бұл жерде 15 қарашада болған шайқас бұл Тастөбе. Бұл жерде көтерілісшілер жеңілді. Бұл жерде 2000 әскерден және хан жасағынан тұрған Гейкенің отряды. То есть қайсы хан бұл жерде? Бұл жерде Жәңгір хан деген кісі болады. Сол Жәңгір ханның кезінде Жәңгір мен Гейке екеуі бірігеді. Исатай және көтерілісшілерге соққы беріп бұл жерде жеңілетін болады. Үшінші айтады, Орынбор әскери губернаторына жолдаған осы хатының авторы дейді, подполковник Гейке дейді. Бұл жерде мынандай болады. Көтеріліс басшылары алдымен ханмен, содан соң полковник Гейкемен бірнеше күн хат жазады. Маңызды бір әрекеттер болады. Отаршылдық көтеріліске қарсы жазушылардың жетекшісі Орынбордан подполковник Гейкені жібереді. То есть Гейке деген сөз, Гейке деген кісі оны жазалаушы ретінде осы жаққа жіберген еді. Енді айтады, осы көтерілістегі басшыларды айтыңыз дейді, ол Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы. Ахмет Югнекидің шығармасы Ақиқат сыйы дейді. Ол бізде түрік тілінде жазылған еді. Екінші думаға сайланған. Қараңдар, екінші мемлекеттік думаға бізде 14 депутат сайланған еді, оның 7-і қазақтар болатын. Оның 3-і Шаймерден Қошағұлы, Бірімжанов және Құлмановтар, олар бірінші мемлекеттік думаға да, екінші мемлекеттік думаға да қатысатын еді. Ал енді бізде Семей облысынан Нүрекенов қатысады, ол Орал облысынан болады. Қаратаев, ол заңгер мамандығымен Сырдария, мен шатасып кеттім. Семей облысынан Нүрекенов сайланады, Орал облысынан Қаратаев сайланатын болады, Сырдария облысынан Аллабергенов қатысатын болады. Ал Жетісудан бізде Тынышбаев болатын еді. Тынышбаевтың бізде маманы қатынас жолдарының инженері болады кейін болашақта. Осы түрксіб салуға да атсалысқан кісі. Түсінікті ғой да? Жақсы, келесі сұрағымыз, Қасым хан тұсында Елбарыс, Белбарыс Хиуа хандығын құрды дейді. Қай жерде деген шығар, бұл жерде былай болады. Шайбанилердің Елбарыс пен Белбарыс Хорезмді басып алып, поэтому бұл жерде жауабы Хорезм болады. Хиуа хандығын негізін қалайтын еді.
Келесі сұрақ. Қазақ сөзі кездескен кітап дейді, ол Тарихи Рашиди деген, ол рас. Оның авторы Мұхаммед Хайдар Дулати, Дулати бізде Бабыр сарайында тәрбиеленген және білім алған. Ол негізінде осы Тарихи Рашиди деген кітабын парсы тілінде жазған. Ол негізгі бұл кітап қазақ хандығына арналмаған, бұл Моғолстан тарихына арналған оқиғаларды жазған кітап болатын еді. Бірақ енді Моғолстан мен біздің қазақ хандығы қалыптасуы тығыз байланысты ғой, сондықтан біз айтамыз осы Моғолстан тарихына байланысты болатын еді. Әкімшілік бөліністер депті, мына жақта округтер деп жазған екен. Так, қараңдар. Бізде округтерді аға сұлтандар басқарған, болыстарды болыс басшылары басқарған, и ауылдарды старшындар басқарды дейді. Енді бізде әр округте 15-20 болыс болатын еді. Әр болыста 10-12 ауыл және әр ауылда 50-70 үй болатын еді. 1822 жылы бізде Сібір қазақтары туралы жарғы шығып, ол жерде орта жүзде хандық билік жою туралы жарғы шығатын еді. Бұл бірінші реформа, және бірінші реформаға қол қойған 22-24 жылғы реформа. Бірінші Александр деген кісі болатын еді. Жақсы. Соғдылар ығысты жетісуге не үшін дейді, диқандар мен көпестер қақтығыса дейді. Окей. Бұл жерде тағын осы соғдылардың жетісуға көшіп келуі, оны бізде Бартольд деген зерттеуші айтады. Ол мынандай себептерін айтады. Бірінші сауда. Сауда жасау үшін бұлар бұл жаққа жетісуға көшіп келе бастады. Екіншісі, сауда еліндегі тап күресінің өршуі. Пойде мынағанда жақынша тап өршуі деген. Поэтому жақсы. Билеушілердің қысыммен шымдаған соғды диқандары мен көпестері жетісуға көшіп кеткен дейміз. Ал үшіншісі, ол орталық Азия арабтарды жаулап алу әрекетімен байланысты дейміз. Осындай үш себеп бар екен. Соғдылардың жетісуға қоныс аударуы бізде 7-8 ғасырларда болған, және бұл бізде Қазақстан жерінде жетісуда егіншіліктің дамуына және қала мәдениетінің тарихында елеулі із қалдырады. То есть соғдылар көшіп келгеннен кейін бұл жерде бізде егіншілік және қала мәдениеті мықты дамиды екен. 1950-60 жылдары қандай атаумен танымал еді дейміз? Біз айтамыз, ол Хрущев жылымығы кезі деп атаймыз. Жылымық ол осы Сталиннен кейінгі кезең, осы Хрущевпен байланысты кезең. Ол жерде уже Сталин кезіндегідей өте қатал болмағандықтан осы жылымық кезеңі деп атаймыз. Қазақ газетінің негізін қалаушы дейді Ахмет Байтұрсынұлы деуге келеді. Негізінде қазақ газет бізде 1913-18 жылдары Орынборда шыққан, басылып шыққан, және оның басшылары негізінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтар шығарып тұрған. Ал енді бас редакторы болды десе, ол сен стопудов айтасың Байтұрсынұлы дейсің. Қазақ газеті, біз айтамыз, либералдық және ұлттық идеологияның дамытқан газет болады. Кейін Алаш партиясының және Алашорда үкіметінің бағдарламасын негізін алынды. То есть бұл жерде қазақ газеті Алаш партиясының газеті деп айтамыз. Тарихта жеті жарғы кімнің заңы дейді? Ол Тәуке ханның заңы, оны Күлтөбе деген жерде қабылдаған. Ол жерде ол Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолын негізге ала отырып, өзінің жаңа жеті жарғысы деп атайды. Елі ғылымда оны Тәуке ханның заңы деп те атайды. Неге дейді жеті жарғы қабылданған, қандай себептер бар деген сұрақ бар. Оған мысал үшін біз айтамыз. Қазақ қоғамының қажеттіліктеріне байланысты. Қоғамы өзгеріп жатыр ғой. Екінші, жоңғар шапқыншылығымен өзара қырғыстарды күшейе түскен кезде бүкіл халықты біріктіру үшін бұл жеті жарғы керек болды дейді. Келесі сұрағымыз, қимақтарда орналасқан жері, ол бізде солтүстік шығыс Қазақстан аумағы, Ертіс бойында мекендеген еді. Және бұл жерде солтүстік шығыс Монғолиядан олар көшіп келетін еді бізде. Так, бізде осы аймақтан көшіп келген еді. 1860-70 жылдардағы ұлт азаттық көтеріліс дейді. Бұл бізде бағанағы біз айттық қой 1867. Так, мен қазір реттей жіберейін. 1867-68 жылғы реформалар бар ғой. Сол реформаларға қатысты болатын еді. Сол реформаларға қарсы көтерілістер болатын еді. Ол қай жақта болады? Орал, Торғай. Так, бізде Орал және Торғайда. Одан кейін Маңғыстауда көтерілістер болатын еді. Енді қара. Мынау бірінші көтеріліс Оралда басталады, кейін Торғайға өтетін еді. Мынау көтерілістер бізде 1868 бен 69 жылдары болады. Орал мен Торғайда.
Маңғыстаудағы көтеріліс 1870 жылы болады. Жақсы. Енді қара, мына жақта бірінші біз айттық Оралда басталды, потом Торғайға көшті. Осы жерде тағы бір маңызды шайқастардың бірі Жамансай деген жерде болады. Жамансайда орыстардың жазалаушы қолбасшысы фон Штемпель 200 солдатпен осы көтерілісшілерді басуға тырысады. Бірақ қолынан келмейді, и ол жеңілетін болады. Кейін Юрковский бастаған жазалаушылар да шегінетін болады. То есть мына жақта Орал мен Торғайдағы көтерілістер кімді қуып шығады дейді? Фон Штемпельді, Юрковскийді. Енді бұл жерді басу үшін Петербургтен, Мәскеуден, Харьковтан, Қазаннан жалпыға 5000 жуық әскер жібереді осы Орал мен Торғайдағы көтерілісті басу үшін. И Орал облысының подполковнигі Рукин мен Веревкин бастаған жазалаушы әскерлер осы көтерілісшілерді жеңетін болады. Сөйтіп көтеріліс аяқталатын еді. Ал енді Маңғыстауда ол тоже жер мәселесімен қатысты проблема, 67-68 жылғы реформа. Жерді мемлекеттік меншік деп жариялайды. Қазақтардың жерін енді орыс мемлекетінің жері деп атайды. То есть енді қазақтар өзінің жеріне иелік ете алмайтын еді. 1870 жылдың наурызында Маңғыстау приставы подполковник Рукин құрамында 38 казак пен 4 зеңбірекпен ала отырып, олар былай болатын еді, Маңғыстаудан Адай руы, Маңғыстаудағы көтеріліс Адай көтерілісі деп атайды. Сол бізде Хиуаға көшіп кетіп отыр еді. Сол Хиуаға көшіп кетіп отқан кезде сол жазалаушылар кімнің алдынан шығады? Осы Рукиннің отрядтары көшіп кетіп отқандардың алдынан. Сөйтеді бұл жерде соның арасында конфликт болды. Бұл жерде Бозашы деген жерде Досан Тәжіұлы мен Иса Тіленбайұлы, осы кісілер Маңғыстаудағы көтерілістің басшылары. 200-ге жуық қарулы қол жинатты, Рукинді жеңетін еді. Мына осындай оқиғалар болады. Айтады, Ресейдің ғарышқа жіберген жетістіктері. Қараңдар, бізде 1955 жылы Байқоңыр ғарыш айлағы ашылады. И сөйтеді 61 жылы 12 сәуірде Юрий Гагарин ғарышқа ұшатын еді. Сол Байқоңырдан. Бұл өте бір маңызды жетістік болды. Сол оқиғаға байланысты бізде Олжас Сүлейменов адамға табын жер енді деген Юрий Гагаринға ұшу мен құрметіне арнап жазылған өлеңі, оны ол Комсомольская правда деген газетте жариялайтын еді. Мына осындай сұрақтар талқылайтынымыз барлығы түсінікті болған шығар деген ойдамын. Сұрақтарың болса, жазып кетсең болады, бірге талқылайтын боламыз. Келесі кездескенше аман сау бол.